Сәлем достар, Pixar студиясы қалай мультфильмдерді өзгертті? 1995 жылы Pixar студиясы ойыншық ковбойды, ғарышкерді және басқа балалар бөлмесінің тұрғындарын тірілтіп, ойыншықтар хикаясы атты алғашқы толықметражды 3D мультфильмін жарыққа шығарды. Сол уақыттан бастап компьютерде жасалған 3D анимациясы бізге таңғажайып әлемдерді ашты. Шөптегі жәндіктер туралы, шкафтардағы құбыжықтар, мұхит астындағы балықтар, тірі машиналар, супер қаһармандар отбасы жайлы және мексикалықтардың өлілер күні туралы мультфильмдермен таныстырды. Осы мультфильмдердің әрқайсысы Pixar'дың визуалды тілін біртіндеп кеңейтті. Бұл 3D мультфильмдер әлемдегі әрбір келесі аялдама бұрынғыдан гөрі түрлі түсті және технологиялық тұрғыдан күрделі бола бастады. Бірақ анимация мүмкіндіктерін едәуір кеңейткен төңкерістің мәні неде? Ойыншықтар хикаясы мультфильмдер индустриясында нені өзгертті? Бұл және бұдан да басқа сұрақтарға жауап беруге бүгін тырысатын мен, Әбілдаев Нұрсұлтан. Біздің Шабарман YouTube арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бұл мультфильм әрбір кадрды салу арқылы жасалған жоқ. Көрермендер көрген нәрсенің барлығы компьютерде 3D модельдеу арқылы жасалған. Сонымен қатар 1995 жылға дейін толық метражды мультфильмдер тек 2D форматында болған. Мысалы, бұлай. Немесе бұлай. Негізгі қозғаушы күш Disney студиясы болған. Ал негізгі технология қолмен салынған кадрлар бойынша анимациялау. Кейіпкерлер мен сахна қозғалысы бөлек салынған суреттерден тұрады. Көбіне артқы фонды бөлек қағазда, ал кейіпкерлер мен қозғалатын объекттерді целлулоидты парақшаларға салады. Сахнада әрбір қозғалыс ол бөлек фаза болып саналады. Кадрлар секундына 12-ден 24 кадрға дейінгі жылдамдықпен бірінен соң бірі ойнатылып, экранда қозғалыс туады. Сіз ойлағандай оңай емес екен. Бірақ қазіргі заманғы 2D мультфильмдердің жасалуы жеңілдегенімен бастапқы әдісінің бас мағынасы өзгермеген. Жылжымалы суреттер кадрлар арқылы суретке түсіріліп, пленкаға емес арнайы компьютердің бағдарламасына түсіріледі. Жалпы бұрынғы мультфильмдер әлемі таңқаларлық және түрлі түсті болғанымен, оларға бір нәрсе жетпейді. Ол көлем. Соған қарай компьютерлік анимацияның болашағы көбірек мүмкіндіктерге уәде берді. Өйткені виртуалды әлемде сіз бәрін жасай аласыз. Ойыңызға келген кейіпкерді, кез келген көлемдегі декорацияларды жасап, камераны кез келген бағытта жылжыта аласыз. Бірақ бұндай болашаққа жету үшін көптеген технологиялық мәселелерге жауап беру керек болды. Киімнің қатпаларының қозғалысын қалай адал жеткізуге болады? Суды қалай көрсету керек? Отты қалай жағуға болады? Әлемнің нақты физикалық қасиеттерін виртуалды әлемге қалай көшіруге болады? Pixar студиясының балуандары бұл сұрақтарға жауапты әр шығарған мультфильм барысында біртіндеп таба бастады. Мысалы, «Приключения Флика» атты мультфильмде 3D аниматорлар сұйықтықтардың әрекетін және қасиеттерін зерттеді. «В поисках Немо» атты мультфильм барысында су астындағы жарықтандыру мен балықтардың мінез-құлқын қарастырды. «Корпорация монстровта» терінің қасиеттерін, ал «Батыл жүрек» мультфильмінде адамдардың шаштарын және басқа да көптеген проекттер барысында зерттеулерін жүргізді. Міне, естеріңізде болса, Pixar'дың ең алғашқы қысқа метражды мультфильмі ол «Люксо балақай». Pixar студиясының мультфильмдерінің алдында ойнап жүретін шамды сіз таныған боларсыз. Бұл бейне компьютерлік анимацияның перспективаларын, объекттердің қозғалысы мен жарықтандыру мүмкіндіктерін көрсету үшін жасалған бейнеролик. Шам әрине бұл жерде өте қолайлы кейіпкер. Технология дамып, әдеттен тыс жарықтандырудың қолдану мүмкіндігі күннен күнге артты. Pixar мультфильмдеріндегі жарық өте жанданған. Ол қозғалады, сынады және шағылысады. Мұның бәрі үнемі жетілдіріп отыратын технологиялардың арқасында.
Бастапқыда барлық нәрсе өте қарапайым түрде жасалады. Бір жарық көзі, зат және сәуле мен көлеңке. Бірақ даму процесінде шағылысатын күрделі жүйе пайда болады. Шынайы жарықтандырылған кеңістік сезімін тудырады. Бірақ дизайн мен бағдарламалаудағы барлық жетістіктерге қарамастан, студияның басты артықшылығы ол мультфильмдер арқылы мағыналы және өмірлік мәні бар хикаяны көрермендерге жеткізу. Pixar студиясының мультфильмдегі кейіпкерлердің проблемалары адамдыкіндей. Отбасылық қиындықтар, өзін-өзі тану қиындықтары, өзгерістер ағынында ескеруден қорқу. Бұл Pixar студиясының негізінде жатқан негізгі сюжеттер. Сол себептен студияның мультфильмдері кез келген жасқа ұнай береді. Әр мультфильмдегі кейіпкермен өзіңізді теңестіре аласыз. Расында да, сіз Рататуйды егей құйрық Ремидің көзімен, немесе жас Лингвинидің көзімен көре аласыз. Вверх мультфильмде сіз өзіңізді ызалы, бірақ асыл зейнеткер Карлдан немесе бойскаут Расселден іздей аласыз. Ал сіз Головоломка мультфильмін жасөспірім қыздың көзімен немесе оның ата-анасының көзімен көре аласыз. Pixar студиясы өз мультфильмдерінде тірі және терең оқиғаларға толы көп қабатты тілде сөйлеу арқылы өзінің атын шығарды. Алайда қазіргі жаңа идеялар табу проблемасы Pixar алдында тұрғаны анық. Егер сіз 2010 жылдан кейін студия шығарған мультфильмдер тізіміне қарасаңыз, 12-нің 7-і ол сиквелдер. Pixar 2004 жылдан бастап Disneyдің бөлігі болып табылады. Қалай болғанда да Pixar өзінің өмір сүруінің алғашқы 10 жылында толық метражды мультфильмдерді жасап, жаңа технологияларды ашып ерекше оқиғалармен байланыстырудың ережесін қалыптастырды. Ал достар, сіздің Pixar студиясының қандай мультфильмін жақсы көресіз және бізге ұсына аласыз? Комментарийге бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Шабарман YouTube арнасы.